Сәлеметсіздер ме ата-аналар, оқушылар, ана тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде 8-ші сабақ дауысты және дауыссыз дыбыстар деген тақырып. Оқулығымыздың 15-ші бетін ашамыз. Сабағымызды бастамас бұрын ережені есімізге түсірейік. Дауысты дыбыстар қалай айтылушы еді, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Дауысты дыбысты айтқан уақытта дыбыс ауыз қуысында кедергіге ұшырамай, созылып, әндетіліп айтылады. Мысал үшін тексеріп көрейік. А, ә, и, о, ү деп кедергісіз соза беруге болады екен, е? Ал дауыссыз дыбыстар қалай айтылушы еді, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Дауыссыз дыбыстарды айтқан уақытта ауыз қуысынан шыққан ауа кедергіге ұшырап, тістің, тілдің, еріннің қатысы арқылы кедергіге ұшырап, созылмай, әндетілмей айтылады. Енді бірінші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы дейді. Қыс мезгілі. Келесі видеоға назар аударып, көріп алайық, одан кейін бірге оқимыз. Қыс мезгілі. Қыс жыл мезгілдерінің бірі. Қыста тамшылар ғажайып күйге енеді. Әдемі қар қиыршығына айналады. Олардың әрқайсысы әртүрлі. Бір-біріне мүлде ұқсамайды. Пішіндері ерекше. Ал енді менімен бірге қыс мезгілі мәтінін оқып көрейік. Алдымен бірге оқимыз, одан кейін өз бетіңмен қайталап оқы. Қыс мезгілі. Қыс жыл мезгілдерінің бірі. Қыста тамшылар ғажайып күйге енеді. Әдемі қар қиыршығына айналады. Олардың әр қайсысы әртүрлі. Бір-біріне мүлде ұқсамайды. Пішіндері ерекше. Дүниетану анықтамалығынан. Енді балалар, айта қойыңдаршы маған, қыс мезгілінің өзгешелігі неде екен? Дұрыс айтасыңдар. Қыс мезгілінде дала әппақ қарға оранады, күн суытады, е? Кейбір жануарлар ұйқыға кетеді. Ағаштардағы жапырақтар түсіп, жалаңаш тұрады екен. Қыста адамдар қайтеді? Қыста адамдар да қамданып, жылы киініп, жан-жануарға қамқорлық танытады. Өте жақсы. Ал енді біз даладағы қар қиыршықтарын көреміз. Олар бір-біріне ұқсай ма? Егер көрмеген болсаң, қар жауған уақытта алып қарап көр. Алақаныңды төсеп тұратын болсаң, әдемі қар қиыршықтары түседі. Және біраз уақыттан кейін еріп кететін болады. Осы қиыршықтардың әр қайсысы әр алуан, бір-бірін қайталамайды екен. Олай болса, келесі жаттығуға назар аудара ғой. Сурет бойынша мәтін құра дейді. Суретте не көріп тұрмыз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Қысқы орман. Қыз бала мен ұл балаға есім қойып көрейік. Қыз баланың аты кім деп айтайық? Жақсы. Мен мысал үшін Әсел деп атаймын. Ал ұл балаға қандай есім қойғыларың келеді? Өте жақсы. Мен Арман деп айтайын. Әсел мен Арман қыста орманға барды. Олар құстарға қамқорлық жасап, жем сауыт ілді. Әсел құстарға жем шашты. Олар разы болып, дәндерін жеді. Енді өз мәтініңді құрап көр.
Өте жақсы. Келесі жаттығуға көшейік. Үшінші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Күзде шөбі жұтаған қыр көмілді ақ қарға. Майыстырып бұтағын ақ тон киді бақтарды. Әнуарбек Дүйсенбиев. Осы өлең жолдарын жұмыс дәптеріміздің 10-шы бетіндегі арнайы орынға, 3-ші жаттығу деп тұрған жерге көшіріп жазамыз. Жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, көркем етіп көшіріп жазамыз және қара қарындашпен дауысты дыбыстардың астын сызып шығамыз. Міне балалар, жұмыс дәптерінің 10-шы бетіндегі тапсырмаларды орындаймыз. Ең алдымен көркем жазу жолын жазып шығамыз. Е әрпінің бас және кіші әрпін көркем етіп, жол сызықтарын сақтап жазамыз. Жаңағы оқулығымыздағы 15-16 беттегі 3-ші жаттығуды осы арнайы жолдарға көшіріп жазамыз. Және дауысты дыбыстардың астын қарындашпен сызып шығамыз. Енді келесі тапсырма қардың суретін боя дейді. Қар қиыршықтарындағы қате жазылған сөздерді түзетіп, қайсысы қате, балалар, ал кейбіреуі дұрыс. Соларды осы 4 сөзді астындағы сызыққа әдемі етіп жазып шығамыз. Біріншісін бас әріптен, одан кейін үтір арқылы жазып, ең соңына нүкте қоямыз. Сонымен балалар, бүгінгі ана тілі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.